Басына жақсы келер қасына деп Бақтыбайжан тойың құтты болсын, ұзақ күттірген қуаныш маманға сондай бәрінен бұрын осы кісі қуанып отыр деп есептейміз. Қарап отырамыз, сайдың тасындай біздің ауылдың керемет азаматтары жиналған екен, соғында қуанып отқан жағдайымыз бар. Енді қалай болған жағдайда да біз көп болуымыз керек. Көп болуымыз керек және әртүрлі болуымыз керек. Соны саған қарап мен ойлаймын, сол көп болғанымызда әртүрлі осы екі мақсатта сен үдесінен шығып орындап келе жатқан жағдайың бар азаматсың. Кішкентайлы болған екенсің, бауы берік болсын, үлкен істерге талпынып жатсың, хабарың бар, одағы дұрыс болсын. Мүмкін әдегенде бола қоймас. Әдегенде бір жүрек аспай қалатын жағдайлар болады. Оған мойымау керек. Одан құлап қалсаң, қайта тұрып, қайта ұмтыл. Адам жалпы өмір бақи ізденіп, өмір бақи сол талпынып жүруге тиіс бір жаратылыспыз ғой. Жоқ, міне болды ғой, Құдайға шүкір, осымен тоқтадым деген әңгіме болмайды ол. Тем более мына біздің заманда ол болмайды. Тоқтап қалу деген нәрсе ол прогресс емес, регресс, артқа кететін. Құдай тағала саған сондай бір кеңдік берген екен, сол кеңдік әрі қарай жақсы болсын, аман болсын. Біз саған тілейтініміз тек жақсылық. Ұзақ күттірген тойың, ұзақ өзің күткен тойға тап келдік қой. Енді бұдан былайғы жерде тойың жиілей берсін. Әр жыл сайын сол тойың күттірмей келе берсін. Біз соған сәті түскенде қонақ бола берейік. Осы бауырымыз бүтін басымыз аман болсын. Жақсы күндерде жолығып жүрейік, Бақтыбайжан. Амандық, саулық үшін деп осыны аламыз. Солай ма?